Жаз аспан тәңір қолымен тоқылған кестедей, ал жер еркінде жабай жатқан заманда қараңғы түзде жаралған 7 қарақшы болыпты. Олардың не үйі не туыстары жоқ. Алтын мен биліктен басқа ештеңені сүймейтін. Еңбекқор шопандардың малын байлығын ұрлап, көлеңке секілді ауылдан ауылға көшіп, арттарында тек өртенген жер мен қайғы қалдырады. Бір күні айсыз түнде қарақшылар отбасында отырып, рухы бәрінен де қара болған ең үлкені сөйледі. Оның даусы түнді қақ жаратын пышақтай өткір еді. Біз халықтың байлығын тонадық, бірақ әлі қолға түспеген бір қазына бар. Өмір құдайы Ұмайдың қасиетті табыны. Айтуынша, бұл жануарлар қарапайым тіршілік иелері емес, олардың сүті жерді нәрлендіреді, аспанның тынысын алып жүреді. Ашкөз қарақшылар бұл отарды алсақ, жерді өз еркімізге бағындырамыз, даланың байлығына мәңгілік ие боламыз деп жорыққа шығады. Осылайша қараңғылыққа көмілген үнсіз аспанның астында 7 қарақшы тағы бір қылмысқа барады. Ұмайдың табыны жайылып жүрген алқаптан көктен түскендей сұлулық иелері көздерінде жұлдыздардың сәулесі шағылысып тұрған жануарларды кездестіреді. Қарақшылары ешқандай құрмет те қорқыныш та білдірмей жол бойы күліп ойнап киелі жайлаудан Ұмайдың малын айдап әкетеді. Бірақ олардың қызықтары ұзаққа созылмайды. Қарақшылар қашып бара жатқанда жер сілкініп, даланы суық жел қамтыды. Ұмай көктегі тағының биігінен қарап, жоғарыға назарын аударып, тәңірге үн қатты. 7 қарақшылар қасиетті ұрлады, оларға үкім шығарылсын. Тәңір құдіретті күш иесі, әлемнің жаратушысы Ұмайдың өтінішін естіп, аспан қоймасын тербеткен дауыспен өзінің ең жүйрік аңшысына түн қараңғылығын жарып өтетін жарық иесі Әлтайырға бұйрық береді. Әлтайыр көктің биігінен түсті, отты тұлпармен әділетке толы найзасы жанып тұрды. Қарақшылар екпінді желдей жылдам болса да, қуып жеткен жарықтан құтыла алмады. Күндіз түні қуғын жалғасты. Бұрын қайсар, әлсізге мықты, тәкаппар қарақшылардың жүректеріне үрей ұялады. Қыр асып, жапан даланы кезіп, тау-тас орманға тығылса да, Әлтайырдың жарығынан құтыла алмады. Ақыры қарақшылар тізе бүгіп, кешірім сұрай бастады. Сендер құдайларға қарсы шығып, жерді өз ашкөздіктеріңмен арамдадыңдар. Сендерге өмірде де өлімде де тыныштық жоқ. Сендер аспанның өмірін ұрлап, оны өз еріктеріңе бағындырмақ болдыңдар. Енді аспан сендерді өзіне алады. Осы сәтте 7-і жерден көтеріліп, жұлдыздардың арасынан орын тапты. Сол күйі олар шоқ жұлдызға айналып, адамдар оны 7 қарақшы деп атады. Түн сайын 7 қарақшы өздерін қуып келе жатқан Әлтайырдың өшпес нұрынан қашып, аспан арқылы шексіз жолды жасайды. Ешбір іс аспанның назарынан тыс қалмайды, өйткені ең құдіретті адамдар да біліп-білмей жасаған күнәларының ауыртпашылығының астында қалады. Жұлдыздар жай ғана аспандағы жарықтар емес, олар үнсіз бақылаушылар, әділдікті еске түсірушілер. Олардан ешбір жан қанша айлакер болса да қашып құтыла алмайды. Ал түн тыныштығында жұлдыздар жарқырап тұрғанда, біздің сапарымызға ғана емес, олардың тарихы жүрегімізге де бағыт беріп, адал өмір сүруге шақырады.